полиция департамент бастығы, полиция генерал-майоры Жұмаханбеттің тапсырмасына сәйкес, ағымдағы жылы 26 сәуірден бастап Шымкент қаласы аумағында таза қала шарасы өтуде. Таза қала шарасы барысында учаскелік полиция инспекторлар тұрғындармен әкімшілік құқық бұзушылық жасамау жөнінде, тазалықты сақтау жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді, және ескерту парақтарын таратты. Осы іс-шара басталғалы бері Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 бабы мен 200-ден астам құқық бұзушылық анықталса, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505 бабы мен 500-ге жуық азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды.